Әр адам өмірге келгеннен кейін бұл өмірден өзінің бақытын іздейді. Бақыт жайлы өлең жазбаған бұл өмірде ақын жоқ шығар. Кеше ғана 95 жылдығы аталып өтілген Мұқағали Мақатаевтың «Бақыт деген» атты өлеңін оқып берейін. Бақыт деген не өзі деп бастады топталасты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан арасты. Бір айтады: бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең, бақытсызбын демессің. Бір айтады: бақыт деген жүйрік мініп той тойлап, ісің болмай күйбеңменен, қарын тойса карта ойнау. Енді бірі: бақыт деген адал жар мен перзент қой, ынтымаққа ырыс келген, ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым, бақыт адам баласына келмей соңай сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да, мансап жетпес әр адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты, оны алыстан іздемегін жүректен тап